Армағайын, эфирде «Жан сарайы». Құрманжан Датқа фильмінің режиссері, мекеншіл, 8 қырлы, бір сырлы азамат, айтыс өнерінің жанашыры Садық Шернияз ағамыздың «Жан сарайына» бірге үңілелік. Әуелі сөз пайда болған, әлімсақтан мыңдаған жылдар бұрын. Әйтсе де ол адамзатқа кейін оның ақыл ойы мен сана сезімі толысқан шағында барып, бірақ жеткен деген әпсана бар. Ендеше біздің сөз өнерін, әсіресе суырып салма ақындықты жоғары бағалауымыз жайдан жай емес. Алысқа бармай-ақ айтыс өнерін алсақ, қос ішектің көмейінен төгілген күмбірінің өзі қазақтың тілі тірі деп тұрғандай болады. Ол аздай, оған лек-легімен, жентек-жентегімен ағытылатын жырдың тегі әр сөзде халықтың жаны сақталғанын аңғартады. Ағайын, амандасып алайын, алатонын сусындай атырылып ағайын, айтысқанын көрдіңір ақындардың далайын. Алдымдағы буданым атырылтып чабайын, бұлы кечің ағайын ұчырашып алайын. 20 минут уақыт бар, андан көріп туғандар мындан Айнұрдың жайын табайын. Тұнығы, ең әйелдердің сұлуы, жыршылардың ұлығы, жырғаған жандың тұнығы, суй салған соры сіздеке да, сусаған жүрек біздеке. Шөйлеген илепсіздеке да, чөлдеген жүрек біздеке. Барын қалқын білесің, бірақ Айнұрым осы кімдекең. Бүгін біз тұтас бір ұлттың мәйегін сақтап қалу жолында барын, тіпті жанында құрбан етуге даяр ғажап бір адамның жан сарайына үңілмекпіз. Жұмбақтамай анығына көшсек, кезінде алаштың алаш боп қалуы екталай, яғни тілінің тағдыры қыл үстінде тұрғанда тығырықтан жол тауып, айтысты тірілткен Жүрсін Ерман сынды алып тұлға екенін білеміз. Ендеше төскейде малымыз, төсекте басымыз қосылған Қырғыз елінде де тап сондай бір азамат бар. Оның аты Садық Шернияз. Негізгі себептердің бірін айтайын. Анткени біздің көйгөйлөр қырғыз болобу, қазақ болобу көп көйгөйлөрүбүз бирдей. Ошонун ичинде қырғыз менен қазақта тил көйгөйү бар. Сиз билесизби, мен бир кезде Даңазалуу Владимир Санги менен жолуккам да, Якутиядан. Владимир Санги бул укмуштуудай чоң жазуучу, Чыңгыз Айтматовго жанагы деңиз бойлой жорткон ала дөбөт деген повестинин идеясын Санги берген. Ошондо Чыңгыз Айтматов Ниф эли жөнүндө жазып атпайбы? Ниф эли жөнүндө жазып. Анан албетте чикең Чыңгыз агабыз ушунчалык керемет жазгандыктан ал бүтүн дүйнөгө таралды. Ошол деңиз бойлой жорткон ала дөбөт. Ошол Санги менен жолукканда мен Владимир Сангиден сурадым. Ошо Чыңгыз агага сиз берген идеяны, ошол чыгарманы сиздин атыңызга арнаган. Сиз ушуну Ниф элине котордуңузбу сөзүнү, тилине дегенде?
Владимир Санги ойлонуп калды да, аксакал 90 жашка келип калыптыр, 80ден ашып. Анан оор үшкүрдү дагы айтты да, бул жазууну бул которгондо дагы муну окуй турган эл калбай калды деди. Азыр Нивки тилин билген бир 30 адам калды деди. Бул көрдүңүз кандай трагедия. Садык Шернияз Кыргыз Республикасынын коғам кайраткери, белгилі кинорежиссер, продюсер, тіпті қоғамдық қор мен киностудия құрып екеуіне де айтыс деп ат қойған нағыз ұлт жанашыры. Бір кездері мәдениет министрі болған білікті, білімді азамат. Бір емес бірнеше жылдан бері Алатаудың ар жағында айтыс өнері дамып, өсіп өркендеп, тамыр жайып келе жатса, онда ол әуелі көмейінен жыр кетпеген халық перзенттері мен жан сақтау бөлімінде жатқан тап осы бір өнерді өлтірмей аман алып қалған Атымтай Жомарттың арқасында. Неге басқа емес айтысты тірілтуге бар күшіңізді салдыңыз дегенге Садық ағамыздың өзі былай деп жауап берді. Біз өзіміз байқабайбыз, бүкіл біз ойлайбыз, ой, қазақ менен қырғыз түбөлүктүү жашай берет, анан минтет деп, бирок биздин балдарыбыз, неберелерибиз орусча, англисче тили чыга баштады. Бул өтө көйгөйлүү маселе, аябагандай көйгөйлүү маселе. Сиз ойлосоңуз, эгер ушундай ылдамдык менен жүрө берсек, биз бир 100 жылдан кийин, 200 жылдан кийин же казак, же кыргыз өзүнүн тилин билбей калыш коркунучу да бар да. Биз тилди өстүрүшүбүз керек. Тилди өстүргөндө көп учурда биз камчы методун колдонобуз да. Коркутуп, үркүтүп, бир приказдар менен андай метод жукпайт көп учурда элге. Методду кызыктыруу методу менен колдонуш керек. Айтыш өнөрү анын ичинде. Эмир укмуштуудай, керемет өнөр да. Кыргыз болобу, казак болобу, кандай деген керемет сөздөр ошол. Мисалы, мен айтышты угуп отурган, казакты уганбы, кыргызды уганбы, дебют денем балкып, бир жүзүмдөн нур чачырап, керемет болуп, кол чаап, ошол убакта дүйнөнүн бардык кыйынчылык нерсесин унутуп коем. Жана жанымдагы отургандарды да байкасам, алар дагы ошентип унутуп койгон да, унутуп койгон болот да. Ошондуктан кыргыз тили үчүн бул айтыш, бул өтө керек нерсе болчу. Казакстандан бир келип калган акын, Эрмек акын. Бизден дагы бир акыныбыз, Жалалабадтык Рахматулла деген акыныбыз айтышып атты, экөө. Анан Рахматулла Эрмек көрдө Волга утуп, автомашина утуп, байып калган кез экен да. Биздин акындар эчтекеси жок, баары экономикалык кризис, Кыргызстандагы алакыбалды баарыбыз айтпадакта түшүнүктүү ал кезде. Анан Рахматулла тийишип урдап калды Эрмек акынга. Сен бай экенсиң, сен ушунчалык буржуй экенсиң, машинаң бар экен, ал бул деп ырдап калды эле. Эрмек акын жооп кайтарды. Бар болсо бүтүн дүйнөң колдо турар, корооңдо 1-2ден Волга турар. Кыргыздын акындары дилаңайлап, ала кеттеп кол булгап жолдо турар деп ырдады. Өтө катуу жооп болду. Аябай намыска тие турган жооп болду. Ушундай намыска тие турган жооп болду. Бул 2000-жылдар болчу. Мен ошол жерде залда отурганда эле чечтим да, акындарды көтөрүш керек экенин. Анан ошентип айтыш коомдук фонду түзүлдү. Ошон үчүн мен айтарым, бул айтыш коомдук фонду түзүлгөндө дагы казактардын түздөн-түз тиешеси бар. Таланттарды колдоо керек, ал талантсыздар өздері ак чыгат деген сөз бар. Расында нагыз чыгармачылык тулганын кайсысын алсак да көбү жопону келет экен. Тундылары төрткүл дүйнөгө тараган хас суретчи Микеланджело, болмаса улуу жазуучу Лев Толстой, сол сыяктуу казак айтыс өнөрүнүн бастауында турган Сүйүнбай акын, Токтогул болсун, кайсысы болсун өлүлгөнчө карапайым өмүр сүрүп өттү.
Өйткені олар үшін материалдық құндылықтың оншалықты маңызы болмаған. Ең бастысы, олар елдің қолдауы, елдің сүйіспеншілігіне бөленген. Десе де солай екен деп оларды елемей қоюға болмас. Олардың өзіне лайықты құрметке бөленіп, соған сай өмір сүруіне жағдай жасау көптік етпейді. Садық Шернияз өзіне сол міндетті ала білген азамат. Тіпті осы ретте ол екі ақынды бір жүлдеге, бір көлікке таластырмай, егер екеуі бірдей лайық болса деп, қос бәйге жүлдесін де айтысқа енгізген. Оны өзі былай түсіндіреді. Bir baş bәйге қойбаймыз біз ел аралық айтышта, біз екі баш бәйге қойбаймыз, қош бәйге деп қойбаймыз. Бұны дағы абдан терең ойланып шығарғанбыз мұны чоң. Бұның шығышы мындай болып қалды. Сіз білесіз бе, бізде бұл қазақ менен қырғызда жүрегі өйткен өз баласына тарту, өз қоросында қошқор салу деген нәрсе, кейіштүү нәрсе бар да. Бұл мындай болып қалды. Қаншалық қырғыз ақыны қазаққа барып тіміре оғызынан сөзі төгіліп, мөндірдей төгіп өтсе дағы қазақ баш бәйге бербейді. Қырғыздағы егер қазақ келіп қаншалық бір ұқмыш айтып атса дағы баш бәйге бербейді. Ошентип бізде 2003 жылы айтыш болып қалды. Айтышқанда ошол Эрман Жүрсүн, Мырзатай Жолдасбеков, Эздавлеевич ағаларыбыз қалыс болып келіп олтырып беріп атты. Ошондо Сара деген анда қыз, жаш қыз келди. Элмирбек менен айтышып қалды. Бирок қазақ туғандарыбыз дагы аябай тажрыйбалуу экен. Алар деген Саранын упайын көтөрө үйүп, Элмирбектики ылдый болуп калып, анан чечүүчү менде болуп калды. Ошондо жанымда турган кыргыз калыстары айтып атат мага: Садық, сен жеті қой болсаң, анда Элмирбек жеңіліп қалады деді да. Шундай эле ачык эле айтты да калыстарда. Анан чынында эле Элмирбек жеңилип калчудай болуп атат Сараданчы. Ошентип мен 7 койдум. Бирок Сара толук 9-10го татыган ырдаган да чынындачы Сара. Анан үйгө келип аябай бушайман болдум. Ишенесизби, 1 ай бушайман болдум. Бул эмне деген калысыздык? Ушундай бир акмакчылык. Биз шудан кандай кутулабыз, казак менен кыргыз ушул нерседен? Деп олтуруп келип, анан жана кош байге идеясы чыкты да. Кош байге идеясы чыкканда бул абдан сонун экен. Казагы дагы алат кош байге, кыргызы да алат кош байге. Анткени себеби эми кимге кыйын болуп көрүнүшүбүз керек. Эмне казак кыргызга кыйын болуп көрүнүш керекпи? Же кыргыз казакка кыйын болуп көрүнүш? Эки бир тууган эл. Бири-биринен кыйын боло албайт, бири-бирине. Болгон да эмес тарыхта. Бир тууган, бир оор эл болгон. Бүгүнде экинин бири билсе, бири билмес. Садық Шернияз бір кездер Қырғыз Республикасының мәдениет министрі болған жан. Шыны керек, бұл жұмысты кино көріп театр тамашалау деп оңайға балайтындар аз емес. Алайда мұның өзіне тән азабы мен ғажабын тек сол жолмен жүріп өткен адам ғана біледі. Садық Шернияздың сөзімен айтсақ, қайта бұл саладан гөрі оңға десе оңға, солға десе сол бағытқа бұрылатын әскери сала сәл де болса жеңілдеу шығар. Себебі мәдениет саласында әр адам тұлға, әр адамның өз ойы, өзіне тән шығармашылық потенциалы мен соған сай мінезі бар. Маданият министрлігінде менің ойымша Қазақстанда дағы, Қырғызстанда дағы бір бізде жалпы оору бар да. Ал оору бұл біз Советтер Союзынан қалған системаны арабадай қылып сүйреп келе жатабыз. Ал арабанын дөңгөлөгү эбак чирип түшүп калган. Арабанын жарымызы жок. Бирок ошол арабаны биз сүйреп келе жатабыз. Биз жаңыча багытта иш жүргүзгөндү жакшы билбей жатабыз. Муну чечмелеп айтып бере турган болсом. Мисалы, ошол эле оору, ошол Маданият министрлигинде Советтер Союзунда, анда бардыгы өкмөткө байланыштуу болгондон кийин бардык нерсени өкмөт тарабынан гана чечүүчү, мамлекет тарабынан. Бирок азыр эми демократия келди. Азыр деген коомдук уюмдар маданиятка эбегейсиз зор жумуштарды аткарып атат. Әу баста айтыстан басталған әңгіменің біртіндеп киноға қарай ойысуы тектен тек емес. Жақында Қырғыз киностудиясы Құрманжан Датқа атты тарихи фильм түсірді. Алай қырғыздарының қаншайымы Құрманжан Датқаны қырғыз халқы ұлт анасы деп біледі. Себебі жары Әлімбек қайтыс болған соң елдің басын шашыратпай бір уыста ұстап тұру оның жары жаста болса осы Құрманжанның иығына артылады.
Осы жолда бүтін халықты сақтап қалу үшін не істеуге болатынын ойлаған жесір келіншек күндіз күлкі, түнде ұйқыдан айырылады. Сөйтіп, мәселенің шешімін Ресей империясымен бірігу туралы келісімге келуден табады. Фильм режиссері Садық Шернияз. Сценарий авторлары екеу болса, соның бірі Садық Шернияз. Депутаттық жолда жүрген азаматтың мандатынан қол үзіп, кино саласына келуіне не түрткі болды? Сол жолда нені құрбан етуге тура келді? Ол жөнінде біздің кейіпкеріміздің өз айтары бар. Менің ошол жаштығымда кинодон сабак алар учурумда жана перестройка башталды, кризис башталды. Ал жерде кайдагы кино, кайдагы сенин ошол арманың, оюң, тилегиң эмес, каражанды багыш керек убакыт болду. Ошентип биз бизнестин шарына кирдик. Ошентип биз андан кийин саясий неме башталды. Анан саясат менен да жүрүп, тиги бизде аябагандай чоң кызмат, омбудсмендин орун басары болуп парламенттен шайланат. Ошентип анан омбудсмен да орун басары болуп да шайланып калдык парламенттен 5 жылга. Иштеп атабыз. Анан бир күнү жумушка келдим, 1,5 жыл болгондо. Келсем бир 30дай киши күтүп отуруптур. Көбүнчө омбудсменге бул арыз муң менен келет да, дайыма. Чечилбеген маселе менен келет. Эми ошонун сиз бир 10-15%-ын чечип берсеңиз да жакшы. Кээде чече албай каласыз. Жумушуңуз арыз муң менен байланыштуу. Бирок аябагандай чоң жумуш. Сиздин айдоочуңуз бар, жардамчыңыз бар, кеңешчиңиз бар, дипломаттык паспортуңуз бар, кабинетиңиз бар, машинаңыз бар. Эми укмуш бир саясий кызмат да. Анан ошолорду көрүп 30 кишини, анан баа жумушка кирип, өзүмдүн кресломду карап мынтип ойлондум да, Садык дедим. Сен эми дагы бир 6 ай отурсаң могу креслого. Анда сен саясаттын сазынан чыкпайсың. Анан бирок өмүр бою айтып өтөсүң. Мен мындай кино тартмакмын да. Анан ал кино мындай болмок. Кое турсаң деп досторуңду жадыртып, кинону минтип тартыш керек да. Сен эр болсоң, азыр ташта дедим жумушту. Эки сүйлөө ер жигитке жараспайды. Садық Шерниязды танитындар оның сөз емес істің адам екенін жақсы біледі. Бір беткей, айтқанынан қайтпайтынын, мақсатына жетпей тынбайтын мінезін де біледі. Әйтпесе бір заманда бала кездегі режиссер болу деген арманына бола парламент мінберін тастап кететін адам жоқ шығар сірә. Ал 39 жасында отставкаға өз еркімен өтініш жазып, Мәскеу қайдасың деп тартып тұрды. Сонда мықты үш шебердің мектебінен өтіп, елге мүлдем басқа адам болып оралды. Келгенден кейін акча жок, каражат жок, жүрөбүз. 2008-2009 бүттүм. Анан Курманжан Датка деп ошол идея чыкканда, бул идеяны ошол кездеги Жогорку Кеңештин депутаты Жылдыз Жолдошова деген айым алып чыкты. Анан ошондо мен айттым, болсо ушул фильм, болбосо анда дагы өмүр бою арман кылып жүрө бересиң деп, анан ошого бел байладык. Ол істердің жайшылықта емес қайшылықта өрбейтінін ескерсек, бұл жолда да қиындықтар өте көп болды. Бірақ кейіпкеріміз Садық Шернияздың нағыз портретін ашатын да осы тұс. Яғни оның өмір сүрудегі басты ұраны қиындық ізде деп аталатын. Оның мінезі сондай, ұсақ түйекпен әуре болып өмірін сол төңіректе өрбіткісі келмейді. Адам қашанда қиын істеу керек дейді үнемі. Себебі өмір сонысымен қызық, сонысымен қымбат. Бұл аябагандай кыйын фильм болчу. Эмне себептен? Биринчиден каражат аз. Мисалы Казак Республиканын президенти мисал кылып айтып атпайбы, урматтуу Касым-Жомарт Токаев. Мына кыргыздар 1,5 миллионго эле тартыптыр. Мен сизге айтайын, 1,5 миллион да эмес, 1 миллион. Анын да канчасын тиги немеге беребиз, салыкка. Бир болбогон тыйын. Бул боюнча кыйынчылык болду. Экинчиси актерлук состав дагы жок эле. Биздин бир кездеги Даңазалуу, Сүймөнкул Чокморов,
Таттуу Турсунбаева, Бакен Кыдыкеева, Жумадылов деген залкарларыбыз, Сайра Кумишалиева өтүп кеткен баарычы. Аны да келип айтышты кинонун аксакалдары. Садык, бул кинону тартпа, бул кино авантюра, бул волюнтаризм, бул болбойт, бул сен провал болот бул деп. Базабыз дагы жок кыргыз фильмде. Баягы талкаланган база, камера жок, шланг жок, свет жок, эч нерсе жок. Бирок дем болду да. Ошол мага ишенген группанын деми. 3 гана бир жаш менин жардамчыларым бар ошол кезде. Паркат Бекмамбетов деген, Бакыт Турдубаев деген, Акжол Бекболот деген жаш 3. Бирок алардын көзү күйүп турат. Тартабыз, жеңебиз дегенче. Анан ошол ишеним менен башталган бул фильм эмгек кылса, мен дайыма жаштарга айтып калам, шакирттериме. Эгерде пенде чын дилинен эмгек кылса бир нерсеге, ошол ойду, максатты сатпай, бир нерсеге азгырылып кетпей, дүйнөгө азгырылып кетпей, башка нерсеге азгырылып кетпей, эмгек кылса, Кудайым да көрүп турат да. Кудайым да көрүп туруп айтат, ушул пендеме жардам берейинчи деп. Үш жыл көлемінде түсірілген картинаға 700 актер тартылған. Мемлекет бюджетінен түсірілім жұмыстарына 1,5 миллион ақш доллары бөлінген. Фильмде басты рөлді Элина Абайқызы сомдайды. Айта кету керек, туынды Оскар сыйлығына шетел тіліндегі үздік фильм аталымы бойынша ұсынылды. Яғни, еңбек еш кеткен жоқ. Ол тек Садық Шернияздың өзіне ғана емес, бүтін қырғыз еліне абырой алып келді. Біздің кейіпкеріміздің де көздеген осы еді. Өз қарахан басының қамы, қалтасын қампайту емес. Ал ендігі оның адам ретіндегі, шығармашылық тұлға ретіндегі алға қойған арманы қандай. Франциянын посолдугуна дагы бизде ушундай ишеним көрсөтүп жиберип атышат. Ошол кызмат менен да аркалап 3-4 жыл Парижде жүрүп калыш мүмкүн болуп атат. Бирок ал жака барганын негизгиси ошол Парижде ЮНЕСКОнун башкармалыгынын штаб-квартирасы да. Мүмкүн ошол ЮНЕСКОны Орто Азия багытына жакшы каратып, жакшы көңүл бүлдүрүп, себеп дегенде ЮНЕСКО бул маданий уюмдардын ичинде эң абройлуу уюм эмеспи? Ошол иштерди Чыңгыз агабыз баскан, Олжас Сулейманов баскан издер менен бир жакшы айкын чоң жумуш аткарабыз го деген ойдо турабыз. Чыгармачылык пландарыбыз бар албетте. Бирок мен чыгармачылык пландарга караганда негедир коомдук пландарды бийик коем. Билбейм эмне үчүн. Мен ойлойм, жакшы кино тартсаң, ал бир кино болот. А эгерде сен жаштарга жардам берсең, ошондой 10, 20, 100 кино тартылышы мүмкүн. Ошондуктан көп учурда коомдук иштерге басым жасаганым дагы ошодон. Болбосо чыгарма жасайм деп адам ойлонгондо көбүнчө эгоисттик ой сени басып кетет. Бул дагы жакшы эмес, бул дагы жакшы эмес. Себеп дегенде сиздин турмуштан алган тажрыйбаңыз, сиздин басып өткөн жолуңуз, сиздин чеберчилигиңизди сиз бөлүшүңүз керек. Сиз үйрөтүшүңүз керек жаштарга, кийинки муунга ошол жакты дагы көңүлгө алып жүргөнүн соң. Үлкен адам болуу үчүн ғаламда үлкен арман кажет экен адамга. 14 жасына дейин кыргыз әдебиети гана эмес, Александр Дюма, Марк Твен болуу, Конан Дойл, Абай Айтматовтар сынды улууларды окуп тауышкан Садык Шернияздын аядай тар гомур кешүү мүмкүн эмес эди. Себеби ол өмүрдүн не экенин эрте угунуп өстү. Алда турган ар белести жатка билип, өзүнүн ол белестерди калып коймай, бийикке умтулуу керек экендигин жакшы билди. Чыгармачылык адамы жанартаудай атылып туруу керек деп билди ол. Эгерде онун боюнан Д'Артаньяндын мыктылыгы, Атостун аристократтыгы, Шерлок Холмстун акылдуулугу эсип турса, онун бар купуясы бала Садыктын кыялга эрк берип, алгы кейипкерлер менен бирге көз илип, солар менен оянуунда жатыр. Бүгүн биз
Алатаудың ар жағында жатса да Алаштың амандығын ойлап, бауырлас елдердің татулығын көздеген қырғыз азаматы Садық Шернияздың жан сарайына үңілдік. Оның даладай кең пейілі мен шыныдай мөлдір әлемінің тұңғиығынан сыр тартуға тырыстық. Ердің жасы 50-дің айналасындағы жігіт ағасының әлі бергеннен берері мол екендігін түсіндік. Ендеше біз оған тек өз биігінде қырандай қалқып, сұңқардай самғауын тілейміз. Көңіл күмбезі көркем, рухы биік көрермен. Ерманастың еліндегі сапарымыз осымен тамам. Жан сарайыңыз жарқын болсын.